Сәлем оқырман, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге осындай диадеманың сызбасын және оның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына шейін қараймыз, міндетті түрде маған тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл өлшемдер 1 жастан бастап 7-8 жастағы балаларға дейін де келе береді. Видео бойынша сызба жасап аламыз. Алдымен парақты алып, одан ең төменгі тұсынан 2 см жоғары биіктікте өлшем алып аламыз. 25 см ұзын осындай сызба жасаймыз, яғни бас өлшемі. Одан кейін 2 см белгілеген жерден жоғары қарай 6 см белгілейміз. Орта тұсынан, яғни бастапқысынан 8-10 см жоғары қарай аламыз. 7-8 см, 6,5-7 алсаңыз да жеткілікті, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Одан кейін тағы да 1 см көтереміз. Сол жерден жоғары қарай енді 7 см белгілеп аламыз. Яғни біздің бұл жоғарғы диадеманың көтерілер тұсы ең соңғы нүктесінен 5 см жоғары көтереміз. Яғни бұның біздің қиғаш етіп барлығын дөңгелекпен немесе осындай сызғыштың көмегімен келтіреміз. Енді белгіленген барлық нүктелерді бір-бірімен қосып алу шарт. Видеода көрсетілгендей сызғышпен немесе қолмен сызып, әдемілеп доғалдау етіп барлық нүктелерді қосып шығамыз. Яғни мен 25 см алдым ұзындыққа, бұл 2-ке көбейткенде 50 см, яғни баланың бас өлшеміне, және артта бізде тағы да резеңке болады. Соның барлығын ескеріліп, осы сантиметрлер алынды. Егер де баланың басы тым үлкен болса, сіз бұны 25-ті 30-ға шейін қосып көбейтсеңіз болады. Сызып алған сызбамызды енді қиып аламыз. Мен оны бірнеше рет жасайтын болғаннан кейін осындай қатты картон қағазға кесіп алған болатынмын. Яғни диадема А және диадема Б деп 2 түрлі нұсқада жасадым. Сгиб дегеніміз матаға салар кезде сіз қайырылған жеріне осы сгибті қоясыз. Сонда сізде ұзынша болып шығады. Ал диадема Б Адан 1 сантиметрге барлық жағы үлкен болады. Тек осы сгибті ғана тура осындай қылып жасаймыз. Енді осыны жайған кезінде фетрдан тура осындай сгиб деген жерін алған кезде осы бізде ұзын диадеманың негізгі қаңқасы шығады. Яғни 2 қайтара осылай жасасаңыз немесе қайырып отырып жасауға болады. Диадемаға фетр матасынан басқа бізге осындай велюр, барқыт, өзіңіздің қалаған матаңызды алсаңыздар болады. Одан кейін жұқа паутина матаны жабыстырғыш 2 данасы керек. Және бұл не кіші бөліктен тұрады. Диадема Адан қиып аласыздар. Одан кейін Б-дан үлкенірек бір мата және Адан екінші кішкентай өлшемде аласыз. Енді жұмысқа кірсек, негізгі диадеманың үлкен бөлігі Б деп алған, соны қоямыз. Одан кейін біздің паутинаның бір бөлігін тура ортасына қойып аламыз. Бізге үтік міндетті түрде қажет. Осы жұмысқа ешқандай тігіссіз үтікпен жастырамыз. Одан кейін осы фетрді қоямыз. Үстіне шыт матамызды немесе дәкімізді қойып, үтікпен жақсылап үтіктеп жабыстырып аламыз. Көрсетіліп отырған паутина бұл деген өте 2 жағында бірде жабыстырғыш, сондықтан да оны жақсылап орнықтырып қою керек. Үтікпен әр жерден бірінші басып аламыз да, одан кейін жақсылап барлық тұсын, шеттерін, орта тұстарын жақсылап үтікпен нықтап басып шығамыз. Астыңғы бөлікті жақсылап үтіктеп алғаннан кейін оң жағына қаратамыз. Оны да дәкімен мықтап үстінен қайтадан басып шығамыз. Бұл паутинаны, фетрді және велюрді ортасын бір-бірімен өте жақсылап жабысу үшін бізге осылай үтіктеу міндетті. Үтіктеп алғаннан кейін шет-шетінде артық 1 см жерлер кездесуі мүмкін. Соларды кесіп алып тастаймыз. Одан кейін біз осы қайтарылып тұрған тұсты ішке қарай қайырып жабыстырамыз. Сондықтан да осылай 0,3-0,2 см көлемінде насечка береміз, яғни қиып шығамыз. Бұл жақсы қайырылып өз формасын алу үшін.
одан кейін қиып шыққаннан кейін осындай паутина жіңішке паутинаны қолданамыз. Оны мен бірнеше осындай бөліктерге бөліп алдым. Бұл бізге қайтару үшін қажет. Яғни осылай видео бойынша ішкері қарай қайтарамыз да, яғни бұл фетрмен жаңа қайырылған 1 сантиметрімізді жауып тұру керек. Осы жерде біз дәкімен қабаттаймыз, өйткені бұл жіңішке паутинамыз үтікке жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан оны велюрдің үстіне жабыстыруға болмайды. Осылайша түгелдей айналдыра осы паутинамен жабыстырып шығамыз. Сонда кері бағытта қарағанда бізде әдемі диадемнің бастапқы көрінісі шығады. Жапсыру барысында осы астыңғы сүйір бұрышын, ал үстіңгі ойық тұсын жапсырған кезеңде артық осындай матаны мен сияқты видео бойынша кесіп алып тастайсыздар. Яғни осы жерде аса мұқияттылықпен қарап жасаңыздар. Жапсырып болғаннан кейін артық жерлерін барлығын кесіп тастаймыз. Одан кейін екінші біздің паутинамыз бар, осы өлшемдегі. Соны тура ортасына қойып аламыз. Одан кейін екінші бір біздің велюрдан ішкі қабатымыз бар, соны қойып тағы да үтіктеу жұмысымен айналысамыз. Әр жерден нықтап басып аламыз да, одан кейін дәкімізді алып тастап, жақсылап үтікпен үстінен басып шығамыз. Бізде артық жерлер болуы мүмкін. Екі жағынан қарағанда артық жерлердің барлығын қайшымен әдемілеп тұрып кесіп тастаймыз.
диадеманы өзіміздің қалауымызша оюлармен, әртүрлі тастармен безендіретін боламыз. Мен өз кезегімде осындай оюмен жабыстырдым. Оны сіз тігіп шықсаңыз да болады. Өйткені тігіп шықсақ бұл өте нық, кейін оюларын жалбырамайтын болады. Одан кейін ыстық клей пистолетпен әртүрлі моншақтарды немесе қазіргі сәнді темірлерді, қазақ нақыштарды жабыстырып алсаңыз өте әдемі шығады. Осыған дейінгі жұмыстардың барлығы үтікпен болғаннан кейін бұл жасап жатқан диадеміміз өте ыстық, сондықтан да қалпын жақсы сақтау үшін осылай мен түймемен түйреулеп қойдым, яғни дөңгелек пішін беріп тұру үшін. Диадемымызға одан әрі сән беру үшін тура ортасына осындай үкі тағатын боламыз. Ол үшін 2 немесе 3 сантиметрлік резинке аламыз да тігеміз, яғни сол жерге қуыс болып диадема кіру үшін. Және екі жағына, екі шетінен 5-6 сантиметрлік көлемде резинке алып, екі басын бір-бірімен байланыстырып қоямыз. Барлық түсінікті болады, видеоны соңына шейін қараймыз. Барлық жұмысты тура видеодағыдай жасайтын болсақ, бізде осындай әдемі диадема шығады. Наурызда, әртүрлі кештерде, тұсаукесерлерде, тағы басқа шараларда қызыңызға және жақындарыңызға киюге арнап тігіп алыңыздар, және каналға міндетті түрде тіркелеміз.